Есенсіздер ме қымбатты көрермен, бүгін Астана аспанында қонақта Республикалық студенттер альянсының төрағасы Ильяс Түстікбаев. Ильяс, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам, қайырлы кеш. Жақсы. Бәрі дұрыс па? Иә, дұрыс. Жұмыстарың барлығы орынша ма? Иә, орынша ақындап жүріп жатыр. Тамаша. Ильяс, мен бірінші сұрақты бір сөйлеммен бастағым келіп отыр. Тыңда. Уақыт пен кеңістіктің көкжиегі тоғысқан кезде ұлт тарихы басталады. Бұл қайдан алынған сөйлем? Бұл елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың айтқан сөзі. Осы соңғы жарияланған рухани жаңғыру бағдарламасының жалғасы Ұлы даланың жеті қыры мақаласынан үзінді. Тамаша. Ұлы даланың жеті қыры мақаласында бұдан өзге қандай тақырыптар қозғалды? Жаңағы осы жариялаған елбасының мақаласы бұл жастарға беретіні өте көп керемет мақала болып отыр. Оны біз үлкен ізеттілікпен және де құрметпен қабылдадық. Себебі бұл рухани жаңғыру деген бастапқы керемет мақаланың жалғасы. Қазіргі цифрлық өркениет заманында жастарымызға өзіміздің еліміздің тарихын, өркениетін, қалай дамығандығын, қалай пайда болғандығын көрсетуге бағытталған мақала. Бұны мен өзімнің бүгін осы жарияланған уақыттан бері өзім достарыма, әріптестеріме, студенттерге толықтай оқып шығуға, басынан аяқ оқып шығуға және де мағынасын түсініп алуға үлкен кеңес беріп келемін. Себебі бұл жерде үлкен мағына жатыр. Еліміздің дамуы, еліміздің тарихы, өркениеті, бабаларымыздың жүріп өткен жолы, барлық осы жерде көрсетілген десек болады. Тамаша. Мемлекеттік республикалық студенттер альянсының жетекшісің. Жалпы барлық студенттерді басқарған өзіңе ұнай ма? Бұл жерде ұнай ма, ұнамай ма деген мәселе жоқ. Бұл жерде Жоқ, мен түсінем, ол жауапкершілік, ол адамды сіздердің жұмысың деген сияқты. Жалпы өзіңе ұнай ма? Өзіме ұнайды. Бұл жаңағы студенттермен, жастармен жұмыс істеу, және жастар саясатында белгілі бір қызмет атқару. Бұл өте бір ерекше деңгей деп айтуға болады. Себебі осы бір салада жұмыс істеп жүрген адамдар бір жан-жақты деп айтсақ болады. Себебі қоғамның белсенді бөлігі және де қозғаушы күші бұл жастар ғой. Жастардың ішінде ең үлкен бөлігі бұл студент жастар. Солармен жұмыс істеу өте бұл керемет. Және де өзім студент болып жүрген кезде осы Астана қаласында оқығанда 3-ші курста оқыған болатын. Сол кезде осы Республикалық студенттер альянсының, Қазақстан студенттер альянсының төраға ретінде сайландым. Сол уақыттан бастап осы республиканың барлық студент жастармен жұмыс атқара бастадық. Ал оғанға дейінде 1-ші курстан бастап, мектеп оқып жүрген кезден бастап өзім осындай салаға бір қоғамдық жұмыстарға, осындай бір көп адамдармен араласуға, жұмыс істеуге өзім ішімде бір күш болатын, қызық болатын, осылармен жұмыс істеу өзіме бір рахаттанатын сондай адамдармен жұмыс істеген. Альянсты басқарып жүргеніңе биыл неше жыл? 2-ші жыл. 2-ші жыл. 2 жылдың ішінде қандай жұмыстар атқарылды? 2 жылдың ішінде негізі жеке өзім біршама өстім деп айтсам болады. Бұл өзімнің тәжірибе жағынан айтам. Себебі 2 жылдың ішінде мен түгелдей дерлік барлық Қазақстанның өңірлерін аралап шығуға тырыстым. Барлық жоғары оқу орындарында жастармен, студенттермен кездесуге барынша күш жұмсадым. Осы Қазақстан студенттер альянсын белгілі бір жаңа деңгейге көтеруге атсалыстым. Жаңағы тек еліміздің ішінде ғана емес, шетелдік мысалы Ресей Федерациясының, Қытай мемлекетін, Әзербайжан, Қырғызстан, Өзбекстан мемлекеттерінің жастарымен кездесіп, олармен бір келіссөздер жүргізіп, меморандумдарға қол қойдық. Қазіргі уақытта бұл жұмыстар өте халықаралық деңгейде жақсы жүріп жатыр. Себебі біздің тараптан іс-шаралар болса, Астана қаласына немесе елімізде басқа қалаларға сол кісілердің, сол ұйымдардың, мемлекеттердің тарапынан жастары, студенттер келіп тұрады. Біздің тарапымыздан да қонақ болып, жастар форумдарына, басқа да бір білім саласына байланысты конференцияларға біздің жастарымыз, студенттеріміз қатысып тұрады.
Елімізде қазіргі уақытта біздің ұйымның тарапынан 17 өңірде өзіміздің бөлімшелеріміз бар, штабтарымыз. Республикалық студенттер альянсында қанша студент бар? Республикалық студенттер альянсы 17 өңірде бар. 30 мыңнан аса белсендіміз бар қатарымызда. Осы 30 мыңдай белсендіміз еліміздегі барлық 530 мың студент жастармен жұмыс атқарады. Ал елімізде қанша студент бар? Оны білесіңдер ме? Елімізде 530 мың студент. 530 мың студент бүгінгі таңда, иә? Барлық колледжді қосқанда, университетті қосқанда ма? 530 мың. 530 мың студент. Жақсы. Қанша мемлекеттік университеттер бар және мемлекеттік емес университеттер бар? 120-дан аса мемлекеттік ұлттық университеттер бар. Оған қоса жекеменшік университеттер бар. Негізінен басты біздің осы жұмыс атқаратынымыз осы мемлекеттік жоғары оқу орындары. Ал біздің елімізде мысалға студенттер альянсы бар. Көршілес Ресейде студенттер альянсы да бар ғой. Олармен бірге біздің еліміздің студенттер альянсының айырмашылығы қандай? Ресей мен Қазақстанның студенттерін салыстырғанда? Айырмашылығы негізінен Ресей Федерациясындағы студенттік, ол жерде студенттік ұйым басқаша аталады негізі. Олармен біздің салыстырғанда айырмашылығымыз ұқсастықтары көп негізі. Барлығының жұмыс атқаратыны бағыты бір студент жастар. Жобалары да бір десек болады. Айырмашылықтары тек бұл студенттерге, жастарға қалай жеткізгендігі ғана болу керек тиіс. Біздің елімізде жақсы көрсеткіш бар ма? Өзге мемлекеттердің студенттеріне қарағанда, оларға деген қарым-қатынасқа? Негізінде бар, жақсы. Мен негізі Ресей Федерациясының біраз өңірлерінде болдым, студент жастармен кездесіп, ұйымдардың шараларына қатыстым. Біздің жастар белсенді деп айта аламын. Біздікілер әлдеқайда белсенді. Әлдеқайда белсенді. Түсінікті. Енді біздің елімізде Жас Отан жастар қанаты бар. Жас студенттермен, жастар ұйымымен бірге жұмыс істейтін. Жалпы ол ұйымға тек қана студенттер емес, мектеп оқушылар да кіреді, мектеп оқушылар. Республикалық жастар конгресі, өзің басқарып отырған студенттер альянсы бар. Толық құраммен бұл ұйымдардың барлығы тек қана жастарға қызмет істейді. Жастарға қызмет көрсетеді. Солардың ішіндегі олардың атқаратын бағыттарын айтып берші. Мысалға, Жас Отан осындай бағытта жұмыс істейді, олардың атқаратын рөлі осындай. Студенттер альянсының рөлі осындай. Конгрестің рөлі осындай деген сияқты. Қазіргі уақытта елімізде 5-6 үлкен республикалық ұйым бар. Бұлардың ішінде әр ұйымның өзінің айтқандай бағыттары бар. Жұмыс істеу бір топтары бар. Бұның ішінде Қазақстан студенттер альянсы студент жастармен жұмыс атқаратын болса, Жас Ұлан ұйымы бар. Ол мектеп оқушылармен жұмыс атқарады. Жас Отан ұйымы, Жас Отан жастар қанаты бұл еліміздегі 14 пен 29 жас аралығындағы саяси жастармен жұмыс атқарады. Ұлттық Дельфи комитеті бар. Бұл еліміздегі творческий молодежь дейді ғой. Шығармашылық жаққа қарай бағыт алған жастармен жұмыс атқарады. Оған қоса, ал Қазақстан жастар конгресі болса, бұл тікелей жастармен емес, жастар ұйымдарымен жұмыс атқарады. Енді өзің Астана қаласына оқуға келдің, бірінші курстан бастап, Астана қаласында шамамен сен 5-ші жыл, тұрып жатырсың, жұмыс істеп жатырсың. Астана сені қалай қарсы алды? Негізі мен Астанаға келуім өте қызық болды. Мектеп кезінде оқып жүргеннен Астана қаласына барып оқимын, осы Еуразия ұлттық университетіне барып оқимын деген өз мақсатым болды. Бірақ та бірінші курсқа түсіп, осы жоғары оқу орнына Еуразия ұлттық университетіне келіп, орналаспағанша мен Астанаға мүлдем келмеген. Астананы көрмеген, білмеймін. Нелерінде құжаттарын тапсырдым, оқуға түстім. Осындай уақытта тамыз айында келіп орналасасыңдар деді. Бірінші қыркүйектен оқу басталады деді. Сол уақытта келдім. Сол уақытта Астананы көрдім. Жоғары оқу орнымды көрдім. Негізі Астана ең бірінші әсерім суық қарсы алды. Себебі мен өзім
оңтүстік жақтан Алматы облысы жағынан болғандықтан бізде енді ауа райы кішкене жылы. Жаңағы жеңіл киініп пойыздан түскен кезде Астанада өте суық болып тұрды. Пойыздан түсіп, чемоданымызды ашып, куртка киген жағдайымыз болды. Күртешелеріміз киген. Дұрыс. Енді бізде 2019 жыл жастар жылы деп жоспарланып жатыр. Елбасының бұйрығы шығып та қойды. Не жаңалық, не істейін деп жатырсыңдар? 2019 жыл бұл тарихи жыл болмақшы. Себебі бұл неше жылда бір келетін тарихи оқиға. Қазіргі біздің уақытымызда осы келген өте қуаныштымыз. Үлкен мүмкіншілік. Үлкен мүмкіндік жастарға беретін. Жастар жылын, бірақ та мен жастарға айтатыным, жастар жылы деп жарияланғанмен, жастар жылын бір үкімет маған бір үй алып береді, жағдай жасап береді, басқа да бір мағынада түсінбеу керек. Жастар жылында жастар өздерінің ішінде жүрген ойларын, мақсаттарын, жобаларын бір барынша көрсету керек, тырысу керек, шығару керек, осыны өзінің потенциалдарын көрсету керек барынша. Қазіргі уақытта біз жастар ұйымдары болып, жаңағы қоғамдық даму істері министрлігімен, жергілікті әкімдіктермен бірлесіп, жаңағы жоспарлап жатырмыз келесі жылға іс-шараларды. Негізінде бір жайдан жай өткізетін іс-шаралар, бір флешмобтар, форумдар ғана жай емес, бір нақты бір мәселеге бағытталған немесе білімге бағытталған бір іс-шаралар қызықты бір деңгейде өткізсек деп жоспарлап отырмыз. Соның бір бастамасы ретінде, бір мысал ретінде айтып өтейін. Осы Астана қаласында 30 қазан күні елорда жастарының форумын өткізген болатын жастар жылына. Мен өзім көп форумдар қатысам, көп жастармен кездесем, жаңағы іс-шаралар қатысам. Барлық жерде деңгей бір, форумдардың өту форматы бір. Көбісі қызықсыз болады. 500 адам болсын, 200 адам болсын, жастарды көп жерлерде бұлай университет тарапынан жіберу арқылы, әкімдік тарапынан жіберу арқылы бір қинап, бір студенттерді, жастарды жинайды, өткізеді. Мысалы, қонақтар келеді деп, бір сахнаға шығып, бір 10 қонағымыз, 5 қонағымыз өздерінің ойларын айтып, ол жастарға қызықты ма, қызықты емес па, ол жағына қаралмайды. Біз сол себептен биылғы жылы Астана қаласының әкімдігімен бірлесе отырып, жастар форумын өткіздік Астана қаласынан. Бастапқы жоспар бойынша бізде 500 жасты қамтимыз дегенбіз. Бастадық, жұмысты бастадық. Жаңағы ресми сайтын аштық, ресми сайтта тіркелуді бастадық. Тіркелуге біз форумның өтуіне 2 күн қалған кезде тіркеуді жаптық. Сол уақытта 1180 адам тіркелді. Өз еркімен. Ол жаңағы мен айтып өткен әлеуметтік желілердің күші. Жаңағы Instagram, Facebook, ВКонтакте парақшалар арқылы тіркелген жастар. Бізде бастапқы сол кезде ойлағанда 1180 адам тіркелді. Бірақ та ертең форумға келген кезде оның жартысы келетін шығар деп, сондай іштен былай ойлар болады ғой енді. Сол күні көрген кезде, жастарды көрген кезде өзім таңғалдым. Осындай іс-шаралар өткізген кезде жастар қызықты екен деп, келеді екен деп. Жаңағы 1-ші, 2-ші, 3-ші этаждарымыз лық толы отыр жастарымыз. Жаңағы біздің сағат таңғы 8-ден кешке 6-ға дейін жалғасқан форумымызды толықтай отырды деп айтсам болады. Бұл ненің әсерінен? Бізде әрдайым болатын форумның форматынан алшақ кеттік. Еркін форматта, бизнес форматында, жаңағы рухани жаңғыруға байланысты жастарға тікелей ең қызықты не? Өзекті мәселелер. Өзекті мәселелерді шешуге бір мүмкіндік беретін, соларға кеңес беретін кісілер, медийный бір кісілер, жастар арасында жүрген, өзіне бір үлгі тұтатын кісілерді шақырдық. Бастапқыда 10 спикер деп жоспарлаған болатынбыз. Спикер негізі 20 адам болды. Оның ішінде бизнес саласында жүрген Аяла Қонақбаева, бокс мектептерін ашқан атақты Серік Қонақбаевтың қызы, бізде Ларион Лян, миллиардер, миллионер өзінің компаниясы бар.
Жаңағы Астана қаласының Атамекенінің директоры Әлен Түлкібаев, ол да жастарға қандай бағдарламалар бойынша айтып өтті. Жаңағы шоу-бизнес саласында жүргендер Динара Саджан, жаңағы қазіргі уақытта студенттер арасында, жастардың арасында белгілі болып тұрған бұл вайнерлер, Юфреймнің директоры, менеджері Нұрлан Батыров, қазіргі уақытта актер, продюсер, Серік Исматов, біздің паралимпиаданың қола жүлдегері, бір жастарға үлкен бір жастармен кездесіп мотивация беріп жүрген жігітіміз, бауырымыз. Одан басқа тағы жастар саясатында көп еңбек сіңірген, біраз жылдар бойы істеп келген Нұрлан Өтешев ағамыз, жаңағы жастардың осы тәуелсіздік алғаннан бері осы уақытта қалай дамығандығы, қалай студенттер жағдайы, қандай мәселелер барын шешуге болатындығын бойынша атап өтті. Және де тағы басқа 20 адамдай бізде спикерлеріміз болды. Ол спикерлер әр адам өзінің бір кейстарын берді жастарға, бір мотивацияларын берді. Оның ішінде Ерлан Думанұлы деген жігіт болды. Қазіргі уақытта блокчейн дейді, дамып жатқан ақша туралы блокчейнді. Сол бойынша өзінің ақыл кеңесін айтып өтті, өзінің жұмыстарын таныстырып өтті. Бірақ та ең басты мақсат бұл форумға қатысқан адамдар, жаңағы сол адамдардан кейстар алу, өзінің мысалы бизнес саласы болсын, басқа бір әлеуметтік сала болсын, немесе шоу-бизнес саласы бойынша сол бағытта өздеріне керекті мағлұматты алды. Және де осы спикерлеріміз сол жастардың арасынан белгілі бір топты, белгілі бір 10 адам, 20 адам, 50 адамды өздеріне жұмысқа, бір жобаларына тартуға алды. Тамаша, тамаша. Студенттер альянсының алдағы уақытта атқаратын жұмысы? Негізі өзімнің ойым, студенттер альянсын ұйымды бір жаңарту. Ребрейдинг дейді ғой, ребрейдинг істеу. Себебі биыл бізге 13 жыл толды студенттер альянсына құрылғанына. 13 жылдың ішінде біраз істер атқарды. Соған қарамастан заман талабына сай, заман дамуына қарай ұйымды жаңарту керек. Бізде тағы бір айта кететін жағдай, қараша айының 27-29 күндері Астана қаласында республикалық 15-ші жаңағы мерекелік студенттердің шақырылымы өтеді. Сол шақырылым аясында осы ұйымды жаңарту бойынша мәселелер көтеріледі, студенттердің мәселелері көтеріледі. Келесі жылға жаңағы заман талабына сай керекті, ең өзекті мәселелерді көтеретін боламыз, және сол бағытта жұмыс істейтін боламыз. Өте дұрыс. Нені армандайсың? Шыны керек, армандауға уақыт жоқ. Көп уақытын жұмыс істеумен кетеді. Белгілі бір арман болғанда мақсат, көбіне мақсат қоямын. Бір ойыма келген бір іс-шараны немесе бір бағытта алсам, соны әрдайым ойлап жүремін, жету бір механизмдерін қараймын, қалай соны жақсы атқарса болады, істесе болады, және де соны қалай жастарға, студенттерге жеткізсе болады деген бойынша. Негізі арманым, жаңа еліміздің студенттері барлығы, жаңағы айтқандай 100% жұмыспен қамтылса, барлығында баспанамен қамтылса, жаңағы түгелдей дерлік жоғары оқу орындарында оқуы тегін болса, жаңағы сондай әлеуметтік мәселелер шешілсе, жастарымыздың әлеуметтік мәселелері шешілсе, бұл өздерінің потенциалдарын еліміздің даму үшін араласса, қосса, тек сол бағытта ғана уже тек жіберетін болса, еліміз дамиды, соны армандаймын. Және де елімізді өзімде мақсатым, өзімде міндетім деп қоямын, әлемнің дамыған 30 мемлекеттің қатарына кіргізу. Ал Ильяс, біз саяси тақырыпта біраз әңгіме өрбіттік. Енді жеңіл тақырыпқа көшейік. Бізде 1 минут деген айдар бар. Яғни 1 минуттың ішінде мен саған 10-15 сұрақ қоям. Сен сол сұрақтарға қысқа да нұсқа жауап беруің керек. Келістік па? Ол үшін бізге көмектесетін мынандай құмсағат бар. Құмсағатты айналдыру арқылы біз айдарымызды бастаймыз. Кеттік. Бүгін таңертең нешеде ояндың? 7-де. Таңертең оянғанда бірінші не істедің? Жуындым. Кімнің шашына жаңбыр жауғанда су тимейді? Кімнің шашына? Таздың. Дұрыс. Қағаздан жасалған қалта?
қағаздан жасалған қалта, конверт. Дұрыс. Қанша жасында үйленесің? 25. Неше балаң болған қалайсың? 10. Ата-анаң сені қалай еркелетеді? Еркелетпейді. Қанша досың бар? Досым аз, таныстарым көп. Бәйтерек немесе Ақорда? Ақорда. Жаз немесе қыс? Қыс. Күн немесе түн? Күн. Шұбат немесе айран? Шұбат. Сүйікті кино? Великий Гэтсби. iPhone немесе Samsung? Айфон. Мега Силкой немесе Керуен Сити? Мега сил. Оң жағалау немесе сол жағалау? Екеуі де. Елімізде қанша студент бар? 530. Жақсы, Ильяс, біз сенімен бірге 1 минуттың ішінде сұхбаттасып үлгердік. Шамамен сен 10 шақты сұраққа жауап бердің. Енді сұхбаттан алған әсеріңді мына бір смайликтермен ішкі көңіл күйіңді бейнелеп көрермендермен бөліссең.